Амансыңыздар ма? Біз әдеттегідей сабағымызға бастаймыз. Бұл тегін сабақ группасы деген, бұған тіркелу керек. Ең бірінші сабақ оқу керек. Сабақ оқымай кәсіпкер ешқандай түсінбейсіңіз. Көбі сұрайды, бұл қандай кәсіп деп. Бірінші сабаққа тіркелу керек. Біз оны да оқымай тұрып, біз оның барлығын білмейтін едік. Айтқанмен сіз бәрі түсінбейсіңіз. Бірінші сабақ көруіңіз керек. Сабақ көргеннен кейін барлығын сабақта ұстаздың өзі түсіндіріп айтады. Содан кейін ары қарай бақытыңыз жанса кәсіпкер болып кетесіңіз. Бұл кімдерге арналған? Бұл жас талғамайды. Жасы 18-ге толған болса 70 жасқа дейінгі аралықтардың барлығы жұмыс жасай алады. Бұл үйде отырғандар, ерігіп жүргендер, жұмысы жоқтар, жұмысы бар, ақшасы аз адамдар бар, несиелері көп. Бір банкіден кредит алып, екінші банкіден жауып жүрген адамдарға өте қолайлы. Қазір елдің бәрі кредитте отыр. Жұмысы көбейіп баратыр. Соның есесіне қараптан қарап, үйде жүріп, телефон қарап, босқа уақыт өткізіп отырғанның есесіне осы телефоннан қарап, сабаққа тіркеліп, сабақ көрсеңіз, өте өзіңізге керемет. Қиын емес, барлығы тегін. Тіркелесіңіз тегін, сабақ көресіңіз тегін. Көбі тіркелуге де қорқады, себебі олар бұрын тіркелген, ақша салған, алдаған, 50 мың сал, 100 мың сал, 3 айдан кейін миллионер боласын дегенге, машинасын, үйін сатса да барлығы осындай несиеге кіріп кеткен алаяқтардың кесірінен. Біз ондай емеспіз. Біз тегін деп жатырмыз. Бізге сіздің ақшаңыз керек емес. Тегін тіркеліп көріңіз. Біз әрқашан айтып жатырмыз, сабаққа тіркеліп көрің. Ұнамаса сабақтан шығып кетесіңіз деп. Сіздерден ешқандай талап етпейді. Осы күнге дейін отырдың, сабақ көрдің, соның ақшасын төле деп айтылмайды біздерде. Тегін деген сайын бірақ адамдардың көбі құлақ асып бұған қарай бермейді ғой. Ақшалы болса, несие алса да осыған кірер еді. Біз өзі сондай халықпыз. Көңіліңізге келмесін. Біздер бірдеңені болады деп айтсақ, оны терісіне керісінше жүреміз. Ал мынау ақшалы екен, бәленбай мың ақша төлейсің, миллиондап ақша сал, миллионер боласың, байысың десе, біз соған ереміз. Алаяқтарға алданып қалған адамдармыз біздер. Біздер сосын тәкаппармыз, біз сөзге түсінбейміз, бізге жұмыс жасағымыз келмейді бізге дайын ақша керек. Біреу жасап берсе, біз ақшасын алсақ, біздің ойымыз сондай, барлығымыз сондай халықпыз біз. Тәкаппармыз, өзіміз өзгертпесек, өзгерту кім қолда, ал өзгеру кімнің болса соның қолынан келе бермейді. Оған да жігер керек.